Қайырлы күн, дене тәрбиесі бөлімінің студенттері. Сіздердің назарларыңызға психология және спорт психологиясы пәнінен кезекті бейне сабақты ұсынамыз. Бейне сабақты жүргізушімен психология пәнінің оқытушысы Арыстанбекова Гүлзира Изенбекқызы. Бүгінгі өтейін деп тұрған тақырыбымыз спорт пен дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қалыптасуының психологиялық сипаттамасы деп аталады. Бүгін біз сіздермен негізгі мақсатымыз бірінші, сіздермен біз осы кезге дейін өткен тақырыпқа арқау болып отырған жеке тұлға, даму, қалыптасу, тәрбие және дене тәрбиесі, спорт ұғымдарының мәнін ашып аламыз, ең бірінші еске түсіріп аламыз. Сосын одан кейін спорттың, дене тәрбиесінің жеке адамның психологиялық қасиеттеріне, әсіресе оның ішінде темпераменті, мінезі, ерік процесі, эмоциясы мен мотивациясына әсерін түсіндіреміз, ғылыми дүниетанымды қалыптастырамыз. Және бүгінгі алған теориялық материалдар болашақ кәсіби қызметтеріңізде тиімді пайдалануға септігімізді тигіземін деп ойлаймын. Осы мақсат міндеттерге жету үшін жоспарымызда 5 түрлі сұрақты қысқаша ғана қарастырамыз. Бірінші, темперамент пен дене тәрбиесі. Екінші, жеке адамның спорт пен дене тәрбиесімен айналысуда мінезінің қалыптасуы. Үшінші, дене тәрбиесі және спортпен жаттығу арқылы адам еркінің дамуы. Төртінші, эмоция мен дене тәрбиесі. Бесінші, жеке адамның дене тәрбиесі пен спортпен жаттығудағы мотивациялары. Жаңа біз айтып өттік, ең бірінші біз тақырыпқа негіз болып отырған жеке тұлға, даму, қалыптасу ұғымдарының мәнін ашып аламыз дедік. Ең бірінші жеке тұлға дегенді ашып алайық. Жеке тұлғаға бұл көп деген анықтамалар бар, сипаттамалар бар. Соның ішінде біз екінші курста былай деп айттық психология пәнінен. Жеке тұлға деп отырғанымыз белгілі бір қоғамның мүшесі, білімі, азды көпті тәжірибесі бар, қандай да бір іспен айналысатын өзіне ғана тән ерекшеліктері бар адам дедік. Енді бұл адамда қалыптасу, даму, тәрбие жүреді екен. Қалыптасу дегеніміз не? Қалыптасу деп отырғанымыз сыртқы факторлардың әсерінен индивидтің тұлғаға айналу процесі. Ал даму деп отырғанымыз адамның ағзасында сандық және сапалы өзгерістер болады. Тәрбие деп отырғанымыз осы кезге дейін адамның жинақтаған әлеуметтік тәжірибелерін меңгеру процесі екен. Енді дене тәрбиесі деп отырғанымыз не? Дене тәрбиесі деп отырғанымыз дені сау, дене бітімі және рухани жағынан жетілген, моральдық жағынан табанды жеткіншек ұрпақты қалыптастыруға, денсаулығын нығайтуға, жұмыс қабілетін арттыруға, өмірін ұзартуға бағытталған педагогикалық процесс. Ал енді спорт деп отырғанымыз көне француз тілінен аударылғанда ойын, көңіл ашу дегенді білдіреді екен. Спорт деп отырғанымыз белгілі ережелер немесе дәстүрлерге сай көбінесе жарыс күйінде өтетін әрекет екен. Енді бұл дене тәрбиесі де спортта жеке тұлғаға әсер етеді. Енді ол жеке тұлғаның психологиялық өзгешеліктерін қалыптастыруға, дамытуға қай жағынан әсер етеді екен. Бірінші, темперамент процесіне келейік. Темперамент деп отырғанымыз бұл жеке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын өзгешелік. Негізінен 4 тип бар тұғын, Енді соларға тоқталайық. Негізі флегматиктер өте салмақты, сабырлы келеді. Сондықтан олар баяу қарқында орындалатын спорт түрін ұнатады екен. Олар мысалға көбінесе бильярд, велосипедте ұзақ қашықтыққа жүру, туристік жорықтар, бал билері, шахмат, құзға шығу сияқты спорт түрлерін ұнатады екен, сонымен айналысуға тырысады екен. Оларда ең бастысы спорттың түрінен ләззат алу процесі маңызды болып табылады екен. Сангвиниктер өте қозғалғыш, белсенді, пысық типтер. Олар көп уақыт бір нәрсеге шоғырланатын спорттың түрін онша ұнатпайды. Олар көбінесе жылдамдықпен тез әрекет етуді талап ететін спорт түрін ұнатады. Мысалы, спорттық жүзу, футбол, баскетбол, волейбол, шаңғы тебу, ролик тебу, тағы басқалар. Холериктер, бұл кісілер өте күйгілі кісілер, олар эмоционалдық спорт түрлерін ұнатады. Мысалы, футбол, гандбол, судағы пол, волейбол деген сияқты. Оларға ең бастысы достық қарым-қатынас. Меланхоликтер көбінесе қарым-қатынасты талап ететін спорт түрлерін онша ұната бермейді. Жеке спорт түрлерін ұнатады. Жүзу, мәнерлеп сырғанау, ауыр атлетика деген. Енді жоспарымыздағы келесі сұрақ. Мінез процесі. Мінез деп отырғанымыз жеке адамға тән психологиялық қасиеттер мен өзгешеліктердің жиынтығы. Бұл мінез адамның тәртібімен іс-әрекетінен көрінеді. Дене тәрбиесі мен спортпен шұғылдану кезінде адамның мінезі біртіндеп өзгереді. Сөйтіп олардың бойында мақсаткерлік, жауапкершілік, ізгілік, ұжымшылдық, еңбекқорлық сияқты мінез бітістері қалыптасады екен. Спортпен, дене жаттығумен айналысқан кезде адамның мінезінде ескеріп отыру керек.
мысалға ше ауыр атлеттер мінезі өте ауыр болып келеді. Ал енді семсерішілер мынау жанашырлыққа, жаңағы тәжірибеге ұмтылып отырады екен. Ал мынау әртістік қабілеті бар адамдар көркем гимнастика, акробатикамен айналысады екен. Енді жоспарымыздағы келесі сұрақ: ең басты процесс ерік процесі. Негізінен ерік процесі адамның қиындықтарды жеңуі, табысқа жету процесінде көрініп отырады. Мынау спортта да адамға көптеген қиындықтар кездеседі. Ол қиындықтар сыртқы қиындықтар, ішкі қиындықтар болып табылады екен. Енді психологтар негізінен спортшылардың бойында мақсатқа жету, табандылық, төзімділік, шыдамдылық, тез шешімге келу, инициатива секілді ерік сапаларын қалыптастыру қажет деп есептейді. Ол дұрыс та. Өйткені спорт адамның ерік процесін қалыптастырудағы басты шешуші орынға ие. Енді эмоцияға келейік. Адамның мынау сергек те көңілді жүруі үшін, жұмыс істеу қабілеті жоғары болу үшін дене шынықтыру мен спорттың тигізетін әсері өте көп. Дене жаттығулары мен спорт бұл адамның көңіл-күйін көтеріп қана қоймайды, ол қан айналым жүйесінде жақсартады екен. Негізі осы спортпен айналысуда ағзадан эндорфин гормоны, яғни қуаныш пен ләззат алу гормоны пайдалы ақуыздар бөлініп, жүйке жүйелері мен миға тарайды екен. Сөйтіп адамның ұшқыр ойы, есте сақтау қабілеті жақсарады екен. Енді өзін-өзі бағалауға келейікші. Өзін-өзі бағалау деп отырғанымыз бұл өзінің сана сезімін негізін қалаушы компонент. Негізі спортшыларда өзін-өзі бағалаудың функциялары: бірінші, өзінді тану, мен қаншалықтымын деген сұраққа жауап іздегісі келеді. Екінші, болжамдылық, мен не істей аламын деген сұраққа жауап береді. Үшінші, реттелушілігі, мен не істеуім керек, өзімді қалай ұстауым керек деген өзін-өзі бағалаудың компоненттері қалыптасады екен. Және соңғы сұрақ, мынау дене тәрбиесі мен спортпен айналысудағы мотивациялар. Дене тәрбиесі мен спортпен айналысудағы мотивациялар негізінен жалпы және нақтылы болып бөлінеді. Жалпы деген барлығы да осы спортпен айналыссам, дене тәрбиесімен айналысамын, бірақ нақты немен айналысатыны белгісіз. Ал енді нақтылы себептері бұл спортта оқушылар спорттың бір түріне қызығушылық танытады да, соған ықылас ниеті бөлініп, сол спорттың бір түрімен айналысады екен. Негізінен спортпен айналысуда оқушылардың мотивтері әртүрлі болады. Кейбір оқушылар баға үшін оқиды, ал кейбір оқушылар дене бітімін жақсарту үшін оқиды, кейбір оқушылар спорттың бір түрінен ләззат алады, сол үшін оқиды. Енді мынау негізінен мотивтер екіге бөлініп кетеді: сыртқы мотивтер, ішкі мотивтер. Енді осылардың ішінде наным басты орын алады екен. Енді дене тәрбиесі мен спортпен айналысуда жаттықтырушылар, мұғалімдер, тәрбиешілер олардың мотивтерін міндетті түрде ескеріп отыру керек. Өйткені ол олардың оқу қызметін тиімді қылу, педагогикалық әсерлерді жоғарылату үшін аса қажет. Сонымен бүгін біз дене тәрбиесінің спорттың жеке тұлғаның психологиялық өзгешеліктеріне қалай әсер ететіндігін, оны қалай өзгертетіндігі жөнінде мағлұматтар бердік. Осы мағлұматтар сіздердің болашақ кәсіптеріңізде қажет болады деген оймен бейне лекцияны аяқтаймын. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.